жақсы, іске сәт. Видеоға қосыңдар видеоны. Бастай берейік пе ағай? Басталды, қазір запись қосылды. Яғни біздің тақырыбымыз мемлекеттік және авторлық бағдарламалар болып табылады. Ең алдымен мемлекеттік бағдарлама дегеніміз не? Соған тоқталайық. Мемлекеттік бағдарлама деп отырғанымыз, яғни ғылыми зерттеу, өндірістік, әлеуметтік, экономикалық, осы ұйымдық және басқа да шараларды ұйымдастыру болып табылады. Бұл мемлекеттік бағдарлама экономиканы тікелей реттеу құралы ретінде мемлекетті дамудың басым міндеттерін шешуге бағытталған болып табылады. Жалпы мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары әртүрлі дәрежеде болып келеді. Яғни мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау, бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру сатысында жүзеге асырылады. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламалардың аяқталу сатысына тиімділігін бағалау қажет. Бұл кез келген мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін дамытуды, енгізуді және бағалауды реттейтін құжаттардағы өзгерістерді талап етіп отырады. Яғни енді біздің мемлекеттік бағдарламаларымызға тоқталатын болсақ, біз осы тәуелсіздік алған жылдан бастап жан-жақты жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде осы Қазақстанда этномәдени білім беру мен осы саланы зерттейтін ғылым қазақ жаңағы этнопедагогикасының әдіснамалық теориясының негіздері қалыптасып отырды. Тәуелсіз елімізде оқушыларға этностық мәдени білім берудің әдіснамалық, теориялық және практикалық мәселелерін шешуде не айтайын деп едім. Негізі дұрыс, бағыттарың дұрыс. Бірақ ол енді мемлекеттік болғаннан кейін Жұмағали Наурызбай деген кісі жазған негізі. Ол кісі қайтыс болды, ректор болған, үлкен доктор, профессор. Қазақстанда этно-мәдени білім берудің тұжырымдамасы деп аталды. Жұмағали Наурызбай, ұмытпаңыздар. Сосын оның шәкірттері бар қазір. Жақсы, рахмет. Бұл ғылыми теориялық құжат өмір қажеттілігінен туындаған болып келеді. Яғни тәуелсіздік алған күннен бастап Қазақстан Республикасы адамның ұлтына қарамастан оның құқықтары мен бостандықтарын тануға, ұлттардың тең құқықтылығы мен этносаралық тұрақтылықтың сақталуына, Қазақстанның осы патриотизмнің кеңінен тарап, халықтың этностық мәдени мүдделерінің іске асуына бағытталды. Білім беру саласында да оң өзгерістер қанат жайды, яғни жаңа типті оқу орындары өмірге келді, жаңа буын оқулықтары әзірленді, ұлттық тәлім жаңағы бағдарламалары іске асырыла бастады, мектепке ұлттық құндылықтар орала бастады. Яғни келесі мемлекеттік оқу тәрбие бағдарламаларына тоқталсақ. Келесі. Бізде елімізде президентіміз осы білім берудегі ұлттық тәрбиені қалыптастыру негізгі идеялар ретінде көрсеткен болатын. Яғни тәрбие берудің негізгі бағдарламаларын, идеяларын жүзеге асырудың қазіргі таңда осы бірнеше бағдарламалары бар. Соларға тоқталып өтсек. Ең бірінші бізде 1993 жылы әлеуметтік мәдени даму бағдарламасы жүргізілген болатын. Одан кейін 94 жылы гуманитарлық білім беру бағдарламасы болады. 1995 жылы білім беру саласының мемлекеттік саясаты және де 1996 жылы осы этникалық мәдени білім беру және де 1997 жылы жалпы білім беретін мектептердің дамуы, одан кейін 1998 жылы жоғарғы мектеп студенттеріне осы этнопедагогикалық білім беруді қалыптастыру бағдарламасы жүзеге қабылданған болатын. Яғни осының ішінде біз келесі бізде авторлық бағдарламалар бар. Жалпы авторлық бағдарламалар педагогикалық құндылықпен жаңалықтардан. Қазіргі күні біз Қазақстан Республикасының этникалық мәдени білім беру тұжырымдамасына тоқталып өтсек, яғни тәуелсіз еліміз осы оқушыларға этникалық мәдени білім берудің бірнеше әдіснамалық және де теориялық және де практикалық мәселелерін шешуде осы Қазақстан Республикасының этникалық мәдени білім беру тұжырымдамасының маңызы зор болып табылады. Қазақстанда осы оқушыларға мәдени білім беру идеясы негізінде қалаушы, жаңа да айтып өттік, біз Жұмабай Наурызбай болып табылатын. Яғни осы Қазақстан Республикасында оқушыларға этномәдени білім беру тұжырымдамасының моделін, тіл саясатының тұжырымдамасын және де оқушыларға этномәдени білім берудің ғылыми теориялық негіздерін ұсынған, анықтап, айқындап берген осы Жұмабай Наурызбай болып табылады. Жұмағали Наурызбай.
Жұмағали Қазір Наурызбай енді оның Жұмеевич. Абилдина Салтанат Қуатқызы деген бар, Қарағанда үлкен ғалым. Оның шәкірттері, сосын мына бүгінгі 22-26 жылдардағы ұлттық құндылықтарға бағытталған және мемлекеттік білім беру мәселелерінде де осы идеялар енді керек болады, Қазіргі және күні ол қолданып келеді әлі күнге дейін. жұмыстарыңызда пайдаланыңыздар. Жақсы, ағай. Айжан. Так, келесі бізде авторлық бағдарламалар. Яғни авторлық бағдарламалар, олар бізде педагогикалық құндылық пен жаңалықтардан хабардар ететін авторлық ұжымның немесе автордың педагогикалық шығармашылығының нәтижесі болып табылады. Және де осы авторлық бағдарламалар, олар оқу пәнінің білім беру мазмұнын анықтайтын мемлекеттік білім беру стандартының негізінде жасалып отыруы тиіс. Жалпы осы авторлық бағдарламалардың ішінде біз үш түрлі авторлық бағдарламаға тоқталып өтеміз. Соның біріншісі ол ұлттық тәлім тәрбие болып табылады. Оның негізін қалаған Бөлеев болған. Және де ол осы дайындық курсын бағдарламасын құрастырған болатын. Бұл бағдарламада бізде болашақ педагогтарды білім алушыларға ұлттық тәрбиені беруге дайындауды қамтамасыз ету болып табылады. Және де осы ұлттық тәрбие ол қазіргі кезде елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді қарастырады. Яғни ол ата тарихын білу, ұлттық салт дәстүрді білмейтін жастарға осыны үйрету, және де ана тілін қастерлеу, және де қарттар үйлеріндегі әжелер мен аталарға, сонымен қатар нашақорлыққа қарсы күреске бағытталып отырады. Және де осы ұлттық тәрбие алған ұрпақ әрқашанда дені сау, білімді және де патриот болып өседі. Және отанына деген сүйіспеншілігі артады, және де адамгершілік құндылықтары да, еңбекқорлық қасиеттері де қалыптасып отырады. Келесі бағдарлама ол бізде дәстүр бағдарламасы. Оны бізде Сәдуақасов деген ғалым, Сәдуақасов деген педагог қалыптастырған. Және де осы авторлық аты Әбілсағит. Әбілсағит Сәдуақасов. Бөлеевтің аты Қалдыбек. Ол кісі бар әлі. Әбілсағит ағамыз жоқ. Жалпы осы дәстүр бағдарламасының негізгі ойы ол қазақтың этнопедагогикасын осы этнопедагогикасының негізінде ұлттық мектептердің іргетасын қалау болып табылады. Сонымен қатар оқу мен ұлттық тәрбиені ұштастыра отырып, ауыл академиясының негізін қалаған болатын. Жалпы осы келесі бізде Кәусар Бұлақ бағдарламасы, оның негізін қалаған жазушы Зейнеп Ахметова деген кісі болған 1992 жылы. Және ол осы халық педагогикасындағы қыз балалар тәрбиесіне арналған болып келеді. Жалпы осы Кәусар Бұлақ бағдарламасының негізгі 5 мақсаты бар. Яғни бірінші мақсаты ол бізде оқушыларға кәсіптік бағдар беру. Екінші мақсаты ол бізде халық педагогикасы мұралары негізінде қыз балаларға ұлттық тәрбие беру. Үшінші мақсаты ұлттық тәрбиені қастерлеу болып табылады. Және де келесі төртінші мақсаты осы студент жастарға экономикалық тәрбие беру. Келесі ол жастарға құқықтық тәрбие беру мен халықтың бейнелеу өнерін насихаттау болып табылады. Келесі жалпы осы тәрбиенің заманауи тұжырымдамалар мен бағдарламаларына тоқталайық. Негізгі бұның мақсаты осы білім мазмұнын жаңарту жағдайында балалар мен осы оқушы жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын анықтау болып табылады. Негізгі міндеттеріне біз білім берудің ұйымдары, отбасы және басқа да көптеген әлеуметтік институттардың күшін біріктіруді жатқызамыз. Және де қоғамның жаңағыдай тәрбиенің басым рөлін түсінуіне көмектесу. Және де білім беру жүйесіндегі жаңағыдай барлық деңгейлерінде осы тәрбиенің үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі сандары ретінде біз бұған жаңағыдай білім беру жүйесінің барлық деңгейлеріндегі біртұтас педагогикалық процестерді қарастыра аламыз. Және де бұл жерде осы көптеген жаңағыдай тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінде негізделген көптеген мемлекеттік бағдарламалар қалыптасқан болатын. Жалпы осы еліміз егемендік алғаннан кейін осы тәрбие беру бағдарламасында жаңа айтып кеттік, әртүрлі бағдарламалар жүзеге асты. Оған біз осы қазақ мектептері мен мектепке дейінгі балалар мекемелерінде жаңағыдай имандылық, эстетикалық тәрбие берудің кешенді бағдарламасын өткізе аламыз. Және де Қазақстан Республикасындағы мәдени этникалық тұжырымдаманы, сонымен қоса Қазақстан Республикасының тарихи сананы қалыптастыру туралы тұжырымдамасы, және де Қазақстан Республикасы білім беру жүйесіндегі
осы тәрбие кешені бағдарламасы сияқты құжаттарды жатқыза аламыз. Жалпы тәрбие мәселесіне байланысты тәжірибе тұжырымдамасы 3 рет қабылданған болатын. Ол ең алғаш рет 1995 жылы осы ұлттық тәрбиеге негізделген тәжірибе тұжырымдамасы қабылданды. Бұл жерде осы жаңағыдай үздіксіз білім беру жүйесіне тәжірибе тұжырымдамасы құрылған болатын. Кейін 2009 жылы 12 бағыттан тұратын үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәжірибе тұжырымдамасы қабылданды. Одан кейін 2015 жылы тәрбиенің тұжырымдамалық негіздеріне бағытталған 8 бағыттан тұратын тәжірибе тұжырымдамасы құрылып, және оқу тәрбие жұмысы жандандырылған болатын. Сәлеметсіздер ме? Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің 1995 жылы қабылдаған тәлім-тәрбие тұжырымдамасында отбасы, мектепке дейінгі және мектептегі тәрбиенің сындарлы жүйесі жасалды. Тұжырымдамада жас ұрпаққа имандылық, адамгершілік, еңбексүйгіштік, патриоттық, ерлік, эстетикалық тәлім-тәрбие беру мәселелері жан-жақты қарастырған болатын. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2015 жылы ұсынған тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінде болашақ қазақстандық жастар патриот, білімді, дені сау, жауапкершілігі мықты, жігерлі, инновациялық экономика жағдайында табысты қызмет ететін, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгерген, қазақ халқының құндылықтары мен мәдениетін бойына сіңірген, толерантты, дүние жүзіне танымал және мәртебелі кәсіби құзыретті болады деп атап көрсетеді. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Білім министрлігінің тәлім-тәрбие тұжырымдамасын негізге ала отырып, мектептегі, балабақшадағы тәрбие жұмыстарын жетілдіруге арналған республикалық ғалымдардың бірнеше бағдарламалары жарыққа шыққан болатын. Соның ішінде Елімай, Атамекен, қазақ халқының салт дәстүрлері, қазақ халқының мәдениетінің тарихы, ұлттық мәдениет тарихы және де қазақ этнопедагогикасы болып табылады. Келесі. Жере. Дайын болмаса біреуін оқи салыңыз. бір-біріңе көмектесіңдер. Зере деген қызда сет дұрыс ұстамай жатыр қазір ағай. Оқи бер ары қарай. Онда ағай, Зере бізде қорытындылау керек болатын, қорытындылай салайық. Жалпы осы еліміздің болашағы ретінде жас ұрпақтардың тәрбиелеуші бірінші орында екені белгілі. Жас ұрпаққа біз тек білім ғана емес, тәрбие біліп, тәрбие мен білімді ұштастыра отырып, жалпы бәсекеге қабілетті маман дайындау біздің негізгі міндетіміз екені белгілі. Осы орайда халқымыздың осы ұрпақтан ұрпаққа беріп кеткен негізгі дәстүрімен сабақтастыра отырып, біз білім мен тәрбиені ұштастырып, өскелең ұрпақты бәсекеге қабілетті етіп дайындауымыз тиіс керек. Жақсы, бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Қандай сұрақтарың бар? Алдыңғы топ сұрақ қойса бізге. Видеоны қосыңдар, сұрақты қойыңдар. Қосып отырмыз. Бізде енді тағы жалғасады, солай ма? Енді сұрақ болғанда негізі тақырыпты дұрыс қамтығасыңдар, бәрін біледі екенсіңдер, бірақ өте мұқият болу керек. Енді қазір міне 2020-2025-те білім және ғылымды дамыту деген болды. Енді 2022-2026 деп қайтадан қазір бағдарлама қабылданды. Бұл өте үлкен жауапкершілік. Енді бұнымен біз тоқтамауымыз керек. Мысалы, бізде қазір жәнегі атап айтқанда айталық кеше мына жерде біз жаздық қой 2022 2022
2026 жылдарға, иә. Білім бағдарламасы. Міне 20-25 болып кетті, иә. Бұл болмайды. Бізде 2022 2026 болу керек. Білім бағдарламасы. 26-20-25 шыға береді екен, ә? Міне бұған міне тек көп назар аудару керек. Бұнда көп дүниелер айтылады. Сондықтан бүгінгі педагогиканы қалай оқыту керек, сосын педагогика, тәрбие, ұлттық құндылықтар, қысқасы көптеген мәселелер міне бұған ендіріледі екен. Қалай дегенде міне мына слайдты сендер көрдіңдер ме, көрген жоқсыңдар ма? Мынау кішкене өте бір жанға қонымды екен, ә? Енді екінші мәселе ол мына айталық дәл қазіргі таңда дүние жүзінде қандай оқиғалар болып жатыр. Бәрі енді ағылшын тілінде оқуға тура келеді. Өйткені біз мына бағдарламаны өзгерткен сайын мектептегі бала, студент бәрінде, мысалы қазір бүгінгі таңда айталық ең жетекші міне идеялар мұнда тұр екен. Айталық міне 20 инновациялық бағдарлама дейді. Міне осының барлығы бізде неде болу керек. Енді қосымша материал ретінде пайдаланамыз керек. Ештеме жоқ. Міне қазір education technology деген үлкен форматта дүние жүзінде барлық ақпараттар өзгеріп жатыр. Мынаның бәрін сіздерге міндетті түрде қарау керек. Қандай мәселелер, біз не істеуіміз керек? Мына жерде жазылып қойыпты. 20 бағдарламаның ішінде біз қайсына назар аударуымыз керек? Бұның ішінде былай қарағанда ешқандай қиындық жоқ. Міне осыған біз бәсекеге қабілетті қалай боламыз деген мәселе келеді ғой. Сондықтан міне жерде цифрлық кітап мәселесі, сосын мектеп, колледж, студент, университет арасындағы байланыс. Сонымен қатар бүгінгі таңдағы цифрлық трансформация, коммуникация, тағы басқа мәселелерді айтуға болады. Үшінші, біз қазір әрбір студент, әрбір оқушыға әрқайсысына портфолио немесе тіпті өздерінің нелерін ашуға болады. Сайтта жасауға болады. Ал ол үшін бізде қазір біз қалай бір-бірімізді қалай танимыз, қалай бағалаймыз. Бағалау жөнінде дүние жүзіндегі ең алтын қатарлы рейтинг орталықтар бар. Міне осыған кіруіміз керек. Міне бірінші орында Оксфорд бермей тұр. Стэнфорд, Калифорния дейді. Кембриджді айтқан себебіміз неге Кембридж деп айтамыз? Өйткені сыған Кембридж бұның өте беделді болғаны, бұл мына педагогика, педагогик технологияға назар аударады. Бұндағы ең бір нәрсе мына жерде оның критерийлері тұр. Оқыту,
сыртқы байланыс, ғылыми жетістіктер, иә. Сосын жәнегі ана дуальды технология, оқу арқылы, яғни кәсіпорында не істеуге болады. Қысқасы міне осының барлығына бір көбірек назар аудару керек. Енді не деуге болады? Енді бұл енді сендермен ертең тағы да бөлек бір әңгіме ретінде айтамыз. Ал енді тағы да кездесетін болсақ, көп назар аударыңыздар. Жақсы ағай, рахмет. Сол, онда маған хабарласыңдар. Жақсы. Біз слайдтарды рахмет, жіберіп қойдық группаға. Жақсы.